Сәлем достар, мынау үйректің еті, неке турап жатырмын. Үйректің еті, қазір шашлық жасаймын, осыдан шұқалап турап жатырмын. Үйректің төс еті базардан сатып алдым, килограммы 1600 теңге. Неке сүйек ештеңе жоқ, тамаша. Қазір тураймын, турап болғасын маринадтаймын. Соевый соус, горчица шамалы қосам, және мынандай приправа, қоспа для шашлыка деген. Дәмін көремін. Егер тұз аз болса, онда қосымша тағы да шамалы тұз қосып жіберемін. Неке шамалы тұз қосып жіберемін. Енді бұл тұзды алмаған ет. Тұз болмаса, онда дәмі болмайды. Жетеді, араластырамын. Соевый соус қосып жіберемін. Соус етті өте дәмді етеді. Жетеді. Так, горчица. Бұл да әдемі дәм береді. Приправаны қосамыз. Аз ғана қосамыз, өте ашып кетпесін, жетеді. Енді осыны әдемілеп араластырамын. Мінеки етті мариновать етіп қойдық. Енді картопқа кірісеміз. 10 шақты картоп мынадай. Осыны әрқайсысын 4 бөлікке бөлемін. Мынадай 4 бөлікке бөліп жатырмын. Духовкада пісірем. Аударып отыру керек. Ең кемінде бір рет аударсаң да жетеді. Етіміз. Міне картоп. Бұған шамалы сұйық май қосамын. Өте көп қоспаймыз. Жетеді. Енді приправа. Болды. Бұдан басқа ештеңе қоспаймын. Керемет приправа. Өте керемет приправа. Дәмді приправа. Так, мінеки пергаментный бумага дейді. Пергамент қағазын төседік. Менде газ духовкасы. Мына картоптың бәрін осыны саламыз. Иісі деген енді. Мынау свежий картоп қой, биыл піскен. Өте дәмді. Қабығын ашқан жоқпын, көрдіңіздер ме? Отқа піскен картоптай болып шығады ғой. Енді осының үстіне мына етімізді саламыз. Етті шұқалап турадым, өйткені картоппен бірге пісу керек. Бұл сиыр еті емес, бұл ненің еті ғой? Үйректің еті тез піседі деп ойлаймын. Қараңыздар, мына еттің сөлі, майы, мына май ғой енді. Картопқа сіңіп, дәмдірек болып піседі. Неке. Газға қоям. 45-1 сағатта пісу керек. Тек аударып отыру керек. Бір рет болса да картопты аудару керек. Өйткені асты күйетті, беті піспей қалады. Өйткені бұл газ духовка. Яғни жылу от тек қана астынан беріліп тұрады. Сондықтан аударып отыруды ұмытпаймыз. Ал іске сәт айналайындар деп духовкаға тағамымызды жібереміз. Мінеке, енді жаңа қарасам, мінеке су алыпты. Көрдіңіздер ме? Күйіп жатыр. Осылай аударып отыру керек. Бір рет болса да аудару керек. Көрдіңіздер ме? Мына жер күйген, бірақ асты шикі, қап-қатты картоп аударып болды. Енді тағы 15 минуттай дәмін көрейік. Мінеке мынау кішкене жұмсарған. Бірақ картоптың көбісі қаттылы. Енді тағы бір 10-15 минуттай пісіре тұрамын. 1 сағат өтті. Тағамыз пісті. Ала береміз.
Духовкада піскен тағамымыз өте дәмді болды. Әрине уақыт болса, анда-санда осылай пісіріп тұруға болады. Ас болсын. Қарағандарыңыз үшін рахмет.